Армысыздар, ABC телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы, студияда Альфия Умарова. Мемлекеттік қайтарымсыз грант кімдерге беріледі, шарттары мен талаптары қандай? Бүгін осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Сауалдарымызға жауап беруге Павлодар облысы бойынша еңбек мобильді орталығы бөлімінің басшысы Ринат Карамбаев келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар. Ринат Жасылекович, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Жалпы мемлекеттік қайтарымсыз грант алу үшін қандай талаптар қойылады? Негізгі осы қайтарымсыз гранттың басты мақсаты бұл жаңағыдай әлеуметтік осал топқа жататын жандарды жаңағыдай материалдық несін көтеру болып саналады. Бүгінгі таңда жаңағыдай осы қайтарымсыз гранттың сомасы ол 1.572.800 теңге, 400 айлық есептік көрсеткіш немесе. Осы жаңағыдай грант алу үшін ең басты мақсаттардың бірі ол жұмыссыз ретінде тіркелген болу керек, немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелу болу керек, бірақ та 3 жылдан көп болмау керек. Сонымен қатар осы екі жаңағыдай статусы болғаннан кейін жаңағыдай айтылып кеткен әлеуметтік осал топтардың біреуіне жату керек. Бүгінгі таңда бізде 7 әлеуметтік осал топ бар, солардың біреуіне жату керек. Айта кетейік, ол көп балалы отбасылар, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар, және де асыраушысынан айырылған отбасылар, мүгедек баланы тәрбиелейтін отбасылар, сонымен қатар мүгедектігі бар, жұмысқа жарамды адамдар, және де бүгінгі таңда қандас мәртебесі бар адамдар, және де ішік көші-қонға қатысқан, жаңағыдай оңтүстіктен солтүстікке көшіп келген адамдар жаңағыдай осы қайтарымсыз грантқа қатыса алады. Осы шарттарының ең бастысы осы болып саналады. Жалпы грант сомасын қандай жобаларға олар жұмсай алады? Грант сомасын негізгі олардың өз қарауларына байланысты болады. Өйткені қандай бизнеспен шұғылданғысы келеді, сол бизнесқа байланысты ол грантта ала алады. Сосын бір айтып кететін жайт, жаңағыдай айтып кеткендей, олардың қолдарында бизнес бастау деген оқуды бітірген қолында сертификат болу керек. Міндетті түрде бизнес бастау ол онлайн оқу, әр адам өзі жеке бизнес-еңбек.kz сайтына кіріп, жаңағыдай электрондық қолтаңба арқылы өтініш беріп, оқи алады. Оқу мерзімі 14 күн болып саналады. Осы 14 күннің ішінде қалай бизнесті жүргізу керек, қалай бизнес план жасау керек, сол барлығы туралы жаңағыдай оқуларын өтіп, тесттарды тапсырып, курстың соңында жаңағыдай қолына сертификат алады. Ол сертификат 3 жылға жарамды. Демек, бір рет оқыса, ол 3 жылға дейін жарамды. Егерде мысалы бір рет оқып алса, қолына бизнес бастау деген сертификатын алса, ол 3 жылдың ішінде мысалы жаңағыдай осындай грантқа қатыса алады. Бүгінгі таңда мысалы егерде 2023-2024 жылдары осы бизнес бастауды оқып, бірақ та бір себептермен жаңағыдай грантты ала алмай үлгермей қалған адамдар болса, осы жылы егерде әлеуметтік санатқа жататын болса, міндетті түрде ол кісілер ала алады. Ал жұмыссыз мәртебесі қанша уақыт болу керек ол адамды қатысу үшін? Жұмыссыз мәртебесі неге грантқа өтініш берер алдында, егерде жұмыссыз мәртебесі болса, онда қатыса береді. Онда ограничение дейді ғой, ондай жоқ. Шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Жалпы өтінім 21 мамырдан бастап қабылданады, және қалай қайда барып тапсыру керек болсын? Бізде өтінім 21 мамырдан 31 мамырға дейін болады. 10 күннің ішінде жаңағыдай өтінішті онлайн түрінде бизнес-еңбек.kz сайтынан тапсыруға болады. Әр адам мысалы үйде отырып, жаңағыдай компьютер арқылы немесе ноутбук арқылы, электрондық қолтаңба арқылы бизнес-еңбек.kz сайтына кіріп, жаңағыдай өтінішті қалдыруға болады. Егерде қандай да бір себептермен мысалға сол өтінішті бере алмай жатса, онда бізде әр аудандар мен қалаларда мансап орталықтары бар. Сол мансап орталықтарында өзіне өзі қызмет көрсету жаңағыдай орындары бар. Сол жерге келсе, біздің мамандар міндетті түрде ол кісілерге қалай өтініш беру керек екенін көрсетіп, көмектеседі. Бұл тарапта жалпы осы 10 күннің ішінде өтінім берсе, бірақ қолында бизнес бастауды оқымаса, өтінішті бергеннен кейін барып оқуға болады ма? Бұл жерде қалай болады? Жоқ, өйткені бұл бизнес-еңбек.kz сайты басқа үкіметтік органдары дейді ғой, солардың сайттарымен барлығымен интеграция жасалынған. Егерде мысалы адамда бизнес бастау сертификаты болмаса, немесе уақыты өтіп кетсе, ол уже автоматты түрде оған отказ келеді, сол себепті оған өтінішті бере алмайды.
Жалпы грант сомасын алғаннан кейін қанша уақыт аралығында оны кәдеге жаратуы керек? Осы 10 күннің ішінде өтінішті бергеннен кейін бізде жаңағыдай 10 жұмыс күннің ішінде комиссия тарапынан жаңағыдай бизнес планды қорғау бойынша комиссиясы өтеді. Сол комиссиядан егерде мысалы жеңіп шықса, егерде комиссия оған 10 не берсе, бағыт берсе, жаңағыдай грант берілді деген, ол кісі міндетті түрде егерде жұмыссыз ретінде тіркелген болса, 5 күннің ішінде ең бірінші барып жаңағыдай жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Сол жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін жаңағыдай жеке шот ашады банктардан, міндетті түрде жаңағыдай жеке кәсіпкердің атын ашу керек. Одан кейін жаңағыдай ақшаны еңбек мобильдік орталығы жаңағыдай бергеннен кейін сол кезден бастап ол кісіде 3 ай уақыт беріледі, 90 күн. Сол 90 күннің ішіне жаңағыдай бизнес планда көрсетілген немене алам деп көрсетті мысалы адам, соларды алып чек, шот фактура дейді, мысалы келісім шартын барлығын түгелін жаңағыдай осы сайт арқылы сосын жүктеп отчетін тапсырады. Жалпы өзіңіз айтып отырсыз ғой, бизнес жоспарына байланысты жұмыс жасалады деп. Осы бизнес жоспарды құруда қандай талаптар қойылады? Оқып жүрген кезде құрылу керек пе, жалпы қалай? Арнайы жобамен келу керек пе бірден? Да, бизнес жоспарды, бұл кезде бизнес жоспардың қаңқасы, ол негізі осы оқудың кезінде 14 күн оқиды ғой бизнес бастауда, сол кезде барлығы үйретіледі. Қалай санау керек, және бизнестің қандай оң жақтары бар, қандай теріс жақтары бар екен. Және де жеке кабинетте, әр адамның осы бизнес жоспардың жаңағыдай үлгісі болады. Сол бизнес жоспардың үлгісін ол жүктеп алады да, соған бойынша сосын уже толтыра бастайды. Сол толтырғаннан кейін дәл сол үлгі бойынша жаңағыдай өтінішті беру керек. Бұл тарапта жалпы осы грантта сомасын алғаннан кейін өзі бизнес жоспарында көрсеткен заттарға, мысалы, қажеттіліктеріне жұмсамаса, жалпы қандай шаралар қолданады? Мақсатты жұмсамаса. Да, егерде мысалы, біз жаңа айттық қой, 3 ай уақыт беріледі, 90 күнде, сол 90 күннің ішінде егерде қандай да бір себептермен мысалға сол болады мынандай жағдайлар, бизнес жоспардан басқа нәрсе алып қояды, немесе 90 күннің ішінде жаңағыдай есебін тапсырмай қояды. Онда жаңағыдай біз еңбек мобильдік орталығы ең бірінші хабарлама жібереміз, бір ай уақыт береміз қосымша. Міне осындай бір айдың ішінде сіз немесе бизнес жоспарда жазылған заттарды алу керексіз, немесе жаңағыдай ақшалай қаражатты өз еркімен қайтару керек деген. Егерде мысалға ол хабарламаға қатысушы ешқандай жауап қайтармаса, онда сот арқылы заңды түрде біз сол ақшаны қайтаруға уже атсалысамыз. Жалпы қайта өндіріліп алған қаражат деп айтып отырсыз ғой, мәселен өзін мақсатты жұмсамаса. Кейін бұл қаражат басқа үміткерлерге де тағайындалады ма, немесе қалай? Жоқ, өкінішке орай бұл басқа үміткерлерге тағайындалмайды, өйткені бұл ақша қаражаты негізі мемлекет тарапына, мемлекет несіне құйылатын ол ақшадай болып саналады. Ол дегеніміз біздің жеке шотымызға түспейді. Мысалы, еңбек мобильдік орталығына ол мемлекет қаражатына түседі. Сондықтан біз ол ақшаны келесі лекте мысалы басқа адамға бере алмаймыз. Өкінішке орай. Жалпы осы мемлекеттік қайтарымсыз грант ұтып алған азаматтар міндетті түрде әлеуметтік маңызы бар жобаларға жұмсауы тиіс пе? Негізі осы мақсаты, мысалы грант мақсаты ол осындай жаңағыдай әлеуметтік әр ауданда, қалада жоқ бизнес жоспарды ашу деген мақсатта бұл жасалынған бағдарламалардың бірі болып саналады. Бірақ та енді айта кетейік, бұл бізде грант 2018 жылдан беріліп жатқан гранттар болып саналады. Көбінесе енді ауылдық жерлерде, аудандарда мал шаруашылығына көбінесе алады, ірі қара мал алу, кіші қара мал алу деген, мысалы ірі қара малды алып сүт өнімдерін сатады, мысалы көбінесе сосын құсқа алады, құс өсіру, немесе жазды күндері мысалы теплица дейді ғой, жылыжай қойып, мысалы өзінің өнімдерін шығарып, соны сатуға алады. Көбінесе ауылдық жерлерде осы бағытта алады. Ал егерде мына қалаларға келсек, және аудан орталықтарына келсек, мұнда көбінесе бізге
Енді былай қарағанда 1,5 миллион көп ақша емес, бірақ та сонда да өз ісін кішігірім жасап жатқандар, ол мысалы үйде отырып мысалы сол деген нан өнімдерін, тәтті тоқаш, торт пісіру мысалы, немесе жеке кабинет, шаш қию мысалы, шаш тараз, тырнақ дәнекерлеу, сондайлар көп ашылып жатқандар. Басым бөлік сол болып саналады. Негізі біздің жақта жоқ мысалы бизнес проекттар ондай бірең сараң деп айтуға болады, бірақ та бүгінгі күндері бұл проекттар өте дамып, өзінің өнімдерін көріп отыр. Ал жалпы жұмыспен қамту бар ма? Жұмыспен қамтамасыз ету керек деген шарт бар ма? Бұл шарттардың бірі болып саналады, міндетті түрде бір жұмыс орнын ашу керек деген. Көбінесе енді өзіміз білетіндей, егерде мал шаруашылығын ашса, бұл кезде енді мал басы көбеймей, ол жұмыс орнын ашпайды. Сондықтан көбінесе біздерде жұмыс орнын ашып отырады. Мынау шаштараз ашса, қызмет көрсету саласына бірінші жылдары олар көбінесе өздері жұмыс істейді. Егерде сосын өсе бастаған кезде жаңағыдай мемлекет тарапынан мемлекеттік бағдарламалар арқылы жаңағыдай өзіне жұмыс орындарын ашып, бүгінгі күнде көркейіп жатыр. Бұл тарапта айта кетсеңіз, егер өтініш берушінің өтінімі қабылданбаса, ол кісі қайтадан қатыса алады ма? Келесі жылдары. Да, мысалға бізде әр жыл сайын лек бойынша бұл өтініштерді қабылдауға болады. Егерде мысалға бірінші лекте өтінішті беріп, комиссия алдында мысалға бизнес жоспарын қорғай алмай, комиссиядан теріс шешім шықса, мысалы, ол адам міндетті түрде екінші лекке дұрыстап дайындалып, айтылған қателіктерін түзетіп, жада екінші лекке өтінішін беруге құқылы. Егерде екінші лектен де өте алмай қалса, онда ендігі жылғы 26-27 жылдары қатысуға мүмкіндігі бар, әрине. Демек, бір жылда шектеу қойылмаған. Міндетті бастысы өзінің қателіктерін түзетіп, болып отырады, мысалы, бизнес планда дұрыс жасамай қояды, санаған кезде кіріс пен шығыстың сол жақтарынан көбінесе болмай қалады қателіктер. Сол кезде комиссия мүмкін оған теріс шешім шығаруы мүмкін. Бірақ та енді екінші лекке дайындалып, дұрыстап тұрып, тағы да бір тапсыруға болады. Егерде мысалы бірінші лекте бір бизнес жоспармен келді, ол жоқ, мен ол бизнеспен жұмыс істемеймін десе, екінші лекке тапсырған кезде, мысалы, ол басқа бизнес жоспармен тапсыруға құқылы. Бұнда шектеу жоқ. Демек, бір жылда 2 рет өтінімдер қабылданады. Бір жылда осы 24-ші жылы, 25-ші жылы бізде 2 лектен әзірше, тек қана оған дейін бізде 4 лектен болған. Мысалы, адамдар 4 лектің 4-еуіне де қатысып, мысалы, 4-ші лекте қалып атқандар болды. Бірақ та биылғы жылы 2 лек, егерде бірінші лектен өте алмаса, онда екінші лекке міндетті түрде өте алады. Жалпы бұған дейін осы мемлекеттен қайтарымсыз грантты алып, жұмысын дөңгелетіп отырған жалпы нақты мысал кәсіпкерлер бар ма? Бар. 24-ші жылы бізде жоспар бойынша 443 грант бөліну жоспарланған болатын Павлодар облысы бойынша, бірақ та бір себептермен 442 грант бөлінді, 650 миллион ақшадай бөлінді. Бүгінгі таңда бізде жылдың басында айта кетерлік Павлодар облысы бойынша осы Павлодар қаласында үлкен бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Сол жәрмеңкеге біз жаңағыдай облысымыздан 24-23 жылдары осы қайтарымсыз грант алып өз ісін бастап үлкейген қатысушыларды шақырдық. Соның ішінде айта кетейік, Аққул ауданынан жаңағыдай 24-ші жылы көші-қон бағдарламасына қатысып, жаңағыдай осы грантқа өтініш беріп, грантты жеңіп алған бір азаматымыз жаңағыдай сабын шығарып, өз өнімін бүгінгі күнде жаңағыдай тек қана Аққул ауданында емес, сонымен қатар жақын жерде орналасқан аудандарға сатып жатыр. Келесі бір мысалды айта кетсек, Шербақты ауданында жаңағыдай дәл осы грантты 2024 жылы алып, эпоксидный смола деген бар екен, содан жаңағыдай неше түрлі сувенирлар жасап, сағаттар жасап, картиналар жасап, жаңағыдай сатуда. Ол кісінің өнімдері бүгінгі таңда шетелге дейін, Ресейден, мысалы Қытай, Монголияға дейін заказ беріп алып атқандар
бар. Осындай мысалдар өте көп. Тереңкөл ауылдарында бізде бір азаматша осылай жаңағыдай грант алып, мынау мүгедек балаларды сөйлеу жағынан жаңағыдай центр, логопедтік центр ашып, жаңағыдай өзінің ісін оңға басып, жемісін көріп жатыр. Ондай мысалдар өте көп. Биылғы жылғы бізде жоспар 406 әзірше, жаңағыдай 640 миллиондай ақша бөлініп отыр. Бұл лек 21 басталатын, бұл бірінші бізде лек болып саналады. Жалпы өзіңіз айттыңыз ғой, осы бизнес бастау сертификаты міндетті түрде болуы керек деп. Бұл онлайн оқытылымдар ма, немесе барып арнайы оқу керек па? Бизнес бастау оқу негізі ол онлайн болып саналады. Оқуға тек қана осы әлеуметтік осал топтарды адамдар қатыса бермейді. Негізі кімге керек, мысалы сол бизнес бастау сертификаты, сол адам мысалы жеке осы business-еңбек.kz сайтына кіріп, өзі оқып, сертификатын ала берсе болады. Оқу жаңағыдай айтып өткендей 14 күнге дейін, сізге 14 күн уақыт беріледі. 14 күннің ішінде қандай да бір себептермен үлгермей қалсаңыз, мысалы ол оқу автомат түрде жабылады, жаңағыдай сіз қайтардан сосын оқуды бастай берсеңіз болады. Оның да оқуға шектеу жоқ. Мысалы, бір жылда бір рет оқу деген жоқ. Егерде осы айда мысалы бір себептермен оқуды бітіре алмай қалсаңыз, келесі айда оқи берсеңіздер болады. Соңына дейін оқып, сертификатты алмағанша дейін оқуға болады. Міндетті түрде бір айтып кететін жайт, адам егерде мысалы, мынау айтады ғой, прописка дейді ғой, тіркеуі болу керек, білу керек. Егерде мысалы тіркеуі ауданда болып, бизнесін Павлодарда ашам десе, мысалы оған уже жол берілмейді. Өйткені адам өзінің тұрғылықты тіркеуі бойынша өз бизнесін жаңағыдай іске асыру керек. Сол бір шарттардың бірі болып саналады. Осы грант сомасын алғаннан кейін кәсіпкерлер міндетті түрде өздерінің көрсеткіштерін тапсырып отыру керек деп айттыңыз ғой. Қалай сатып алды, қайдан, қалай деген сияқты отчет деп жатамыз ғой. Бұл тарапта қай уақытқа дейін осындай тексеру сіздердің тараптарыңыздан жүргізіледі? Біздің тараптан негізі жаңағыдай ақша грант қаражатын алғаннан кейін жаңа айтып кеттім, жоғарыда 3 айдың ішінде ол бірінші есеп тапсыру керек. Міндетті түрде 3 айдың ішінде барлық соманы мен игердім деген есепті тапсыру керек. Жаңағыдай ол есепті бізге қағаз жүзінде келіп әкелмейді мансап орталықтарына. Барлығы жаңағыдай онлайн business-еңбек.kz сайтында жеке кабинет арқылы сол чек, накладной, фотографиясын түгелін жаңағыдай жүктеп мансап орталығына жібереді. Мансап орталығының мамандары өз тарапынан жаңағыдай чек пен накладной дейді мысалы, келісім шартты барлығын жүктеп алғаннан кейін сол адамның бизнес пласын ашып, сәйкес келе ме жоқ па екенін қарап, егерде барлығы дұрыс болса, сол мысалы есепті қабылдайды. Бұл бірінші есеп. Және де негізі еңбек мобильдік орталық тарапынан біз қатысушыларды бір жылдың ішінде мониторинг жасаймыз. Ол дегеніміз әр квартал сайын мониторингқа шығып тұрады біздің мамандар. Және де қатысушы әр квартал сайын өзі сол жеке кабинет арқылы бір есеп тапсырып отыру керек. Мысалы, бірінші 3 айда негізгі есепті тапсырды, ақшаны пайдалану туралы. Келесі 3 кварталда ол сол жаңағыдай бизнестен қандай табыс көріп жатыр. Мысалы, пенсионный начисление дейді, қандай налог төледі, немесе фотографияларын түсіріп, қандай көлемде немене шығарып жатыр, соны түгел көрсетіп, жаңағыдай 12 айға дейін солай тапсырып отырады әр квартал сайын. Демек, тағы бір сұрақ, осы алған қаражатты әр кәсіпкер өтінім берген 3 айдың ішінде толық игеруі тиіс. Да, міндетті түрде игеру керек. Өйткені жаңағыдай айтып кеттім ғой, комиссия шешімі шыққаннан кейін жаңағыдай келісім шартқа қол қойылады, договорға екі жақта, еңбек мобильдік орталығы және қатысушы. Сол келісім шартта негізі барлығы жазылған, қандай уақытта қашан тапсыру керек, немене тапсыру керек екен. Сосын тағы бір айтып кететін жайт, жаңағыдай грант қаражатын қандай мақсатта қолдану керек. Оның өзінде мақсаттары бар. Мысалға, грант қаражатына бизнес план бойынша тек қана құрал жабдық алуға болады, құрал сайман алуға болады, немесе егерде қазір жалға алады ғой, аренда помещения дейді, соның жаңағыдай
ақысын төлеуге болады. Және де мал шаруашылығына енді алатын болса, жаңағыдай ірі қара мал, жылқы сатып алуға, құсын, өсімдіктердің тұқымын сатып алуға болады. Ал егерде неменеге берілмейді грант қаражаты, ол дегеніміз мысалы енді өмір ол болып тұрады. Кейбіреулері грант қаражатын алып, мысалы өзінің жеке кредиттарын жауып атады, немесе басқа бір жерлерге жұмсап қояды. Сол себептен көрермендерге бір өсиет деп айтуға болады. Осы бизнес планды жасағанда және де грант қаражатын алғаннан кейін мақсатты түрде қолданған дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз. Телефон номері 55 76 40. Дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.